Достар, қараңыздар, мына сыйлықтарды алу үшін ән айтудың, би билеудің ештеңенің қажеті жоқ. Менің подписка бөліміндегі достарыма тіркелесіздер деп па? Шынымен де ештеңенің қажеті жоқ. Қазір сүйінші сұраған кезде қатты қуанған адамға берем. Мысалы, ағайын сүйінші Әбдіманап ағамыз бен Елмира тәтеміз немерелі болыпты. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шаң шығарып. Стоп. Кішкене бұл енді той болған соң сәл әсерлемейсіздер ма? Ана жігіт сияқты, мына кісі сияқты шы. Орнынан тұрып, құдалар, сіздер жиенді болғанға қуанбайсыздар ма? Орнынан тұрып, кішкене орамал айналдырып, андай ана кісі сияқты необычный қуанған адамға сыйлық берем. Енді көпшілікке топырақ шашпаймын. Осы күнде біреу үй алыпты, біреу мәшіне алыпты, біреу той жасапты десе, кейбір қазақ бүйтетін болдық қой. Ой, кредит қой, кредит қайбір жетсін. Мейлі қуана білейікші. Ал, мына кісілер Әбдіманап ағамыз бен Елмира тәтеміз не бересін? Сосын мына кісі, сіз келіңіз, сіз әпше сіз де келіңіз. Мына кісі сіз отырған мен тұрған білмейді мен сияқты келіңіз. Сосын екі қара көйлек киген тәте. Келіңізші. Аха. Дарико мет кім еді? Ескендір Қазанғалиевтің әйелі. Со кісінің несі күшті қандай керемет. Сіз де келіңіз, ана кісі. Келіңіз. Жаңа құдалар. Жаңа апа, тәте сіз келсеңізші, сіз орнынан бірінші тұрдыңыз. Сосын нәбіреу қызыл сияқты көйлек киген кісі. Аты кім болды екен? Сіз келіңіз. Жүрісіңіз қандай әдемі? Байдың көшін бастаған бәйбішелер сияқты. Келіңіздер, қазақи әзіл, байқадыңыздар ма? Қазақи әзіл. Құрметті қонақтар, бәріңіз де қуанып отырсыздар. Қуанып келдіңіздер. Мен айтқан ойынның шартын орындаған осы кісілер болды. Ал енді қалған қонақтар ренжіп қалмасын. Жаңа қалай жынырып аттыңыздар. Ой, жынырып дептім ғой. Қуанып жаттыңыздар, соны көрсетті. Сіз не қой деймін, андай? Баняда істегенсіз қой деймін, банчик болып. Құдай қуансын. Сіз құдағисыз. Сіз құдағи, бірге тұрасыз ба мына жаққа? Сіздер қарындасы. Сіз кім боласыз? Көрші. Елмира апайдың подружкалары. Подружкаларымыз. Жо, мен не үшін сұрап жатырмын? Елмира апай айтты ғой, жаңа құдаларға деді, үлкен сыйлық бер. Өзіміздің достарға, туысқандары кішкене сыйлық бер деді ғой. Соған қарай не қып атқаным ғой, сұрап атқаным ғой. Апа, сізге риза болдым. Құдалардың үлкені, мына үлкен сыйлық сізге. Мынау сізге. Так, үлкен бір сыйлық, қалғандары средний сыйлық. Бір қыздар бар ма көмектесіп тұратын? Кім бар мына жерде? Так, құдаға үлкен бір сыйлық береміз. Путевканы беріп жүрейін ба? Путевканы беріп жүрсем қалай болады? Зато қызық болады. Құдағи, мынау сізге. Қалғандар осы үй, кім әсем, көмектеспейсіңдер ме? Естерің ауып, неғып далақтап жүрсіңдер, ей? Немене естерің ауып жүр? Кішкентай, өзіміздің туысқандар, кішкентай ауып көк. Үшеу, төрт адам. Рахмет, мә күшті қуандыңыз бар ғой. Мынау не? Сақал қыратын. Сақалы бар жерін бәрін қыра бересіз қойшым. Құдай қуансын. Тәте, Құдай қуансын әпше. Ең бірінші жүгіріп шықты. Алла қаласа, немерелі болсаңыздар, сүйінші наксінен сұраңызшы бірінші. Рахмет. Құдай қуансын. Болды мені. Шапала құрайық.